Біз Ақтөбеліндей қазақпыз. Біз 80 миллион емес, біз түрік сияқты, 140 миллион емес, біз орыстар сияқты, миллиард емес, біз Европаның көп елінен азбыз, кіші азбыз. Егер де біз осы 11-12 миллионға әрең жеткен қазақты 40 миллионға бөлетін болсақ, быт-шыт боламыз. Ресейдің тарихында, Ресейдің архивында қазақты қалай жаулап алғаны жатыр бәрі. Көп тарихшылар біледі, қазақты бөліп жауып, руға бөліп, жүзге бөліп, сөйтіп барып жеңген болатын. Қазақ біріккенде Таңырқайда ең қауіпті жауына соққы берген. Неге жеңді? Біріккенде жеңді. Асыл біріккен. Бұл жерде сен қай жақтан түсін деп айтқан жоқ. Абылай ханның жанында әр жақтың, әр өңірдің батырлары болды. Оң жағында, сол жағында. Егер де біз бұндай науқасқа ілінетін болсақ, анау қазіргі Ливияға ұқсап быт-шыт болып кетеміз. Тайпа дейді. Племена деп жатыр ғой. Племена борется. Племена деген біздің ұры болып кетсе не болады? Не боламыз? Быт-шыт болып, кім болса соның аузында кетеміз. Қайтадан бодан боламыз. Ел болайық десе бірігу керек.